Рахмет сізге. Келесі сөз география пән мұғалімі Айтымова Динара Ниязбековнаға беріледі. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? 110 Алматы қаласы Жетісу ауданы 110 мектеп гимназиясының география пәні мұғалімі Айтымова Динара Ниязбекқызы. Жалпы менің тақырыбым қызықты география 8 сыныпқа арналған инновациялық элективті курс. Жалпы курстың мақсаты оқушылардың географияға деген қызығушылығын арттыру, зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерін дамыту. Өзектілігі қазіргі білім беру үрдісі оқушылардың жеке қызығушылығын ескеруге бағытталған. География экологиялық мәдениетті, кеңістік және сыни ойлауды дамытатын маңызды пән. Курс мазмұны цифрлық технологиялармен және өмірлік тәжірибемен ұштасқан. Қолданылатын инновациялық технологиялар суретте де көрсетіліп тұр. Балалардың сол нені қолданып жатқанына осы неде қолданылған. Геймификация, миссиялар, ұпай жинау, ойын форматындағы сабақтарды, жобалық оқыту, жеке топтық зерттеу жобалары, мультимедиа арқылы өз географиялық оқиғасын ұсыну, Google Earth, Canva, Kahoot, Quizzes арқылы, яғни мына жерде суретте мысалға Google Earth арқылы картамен өзінің тұрған жерін немесе кез келген орынды табу арқылы балалардың жұмысы. Практикалық бағыт және күтілген нәтижелер, практикалық жұмыс түрлері, дала зертханасы және өлкетану жобалары, QR-квесттер мен онлайн викториналар, экологиялық тақырыптағы мини зерттеулер. Цифрлық карталар мен спутниктік суреттермен жұмыс, күтілетін нәтижелер, географиялық құбылыстарды өмірмен байланыстырады, картамен және акты құралдармен еркін жұмыс істейді, өз өлкесін зерттейді және жобалайды, экологиялық мәдениет пен жауапкершілігін арттырады және STEM және креативті дағдыларды меңгереді. Қорытындылай келетін болсақ, бағдарламаны қызықты география элективті курс бұл тек білім беру емес, оқушының шығармашылық және зерттеушілік қабілетін ашатын интерактивті алаң. Бұл курс арқылы